Жалғастыра берсеңізші, неге тоқтап қалдыңыз? Жасаған қылмысын айтып беру қиын болды ма? Әйтеуір күдікті сұмдық жағдайды сот алдында ежелеп баяндап берді. Айтуынша қылмысқа баруына ақша себеп болыпты. Сөзіне сенсек, 40 мың теңге көлемінде несиесі болған. Кейін күдікті сол маңдағы банкоматтан ақша алып тұрған келіншекті көріп, бірден арам ойын іске асырады. Өзінің автокөлігінің алдыңғы жолаушы орындығында отырған азаматша Тасболатованың мойнынан өзінің оң жақ қолын кенеттен өткізіп, сол қолмен тартып, қылқындырып шабуыл жасап. Күдіктінің өзі бұл жағдайды жоққа шығармады. Жасаған қанды қылмысын алғашқы сот отырысында мойындады. Еске салайық, сұмдық жағдай 2018 жылдың қаңтар айында болған еді. Банкоматтан 200 мың теңге шешіп алған әйелді қинап өлтірген. 14 күн перзентін іздеген ата-ана амандығын тілеп үміттеніп келген. Ал қылмыскер ұсталған күні қамыстардың арасынан мәйітті тауып берген. Қуаныш айтты, ойбай, мен сотканы алғаным болмаса, мен сіздің қызыңызды танымайын деді. Маған танымайын, тек сотканы алдым болды деді. Сонымен біраз күн өтіп кетті. Сонымен арада бір 15 күндей өтті. 15 күннен кейін жаңа 16-шы күн табылды ғой. Алғашқы сот отырысында шақырылған куәгерлер толық келмеді. Сондықтан судья келесі процесті бір аптадан кейін жалғастырмақ. Бұған қоса сот кезінде айыпталушы берген мәліметтеріне нақты жауап бере алмады. Күдіктінің екі сөйлегенін байқаған судья оған ескерту берді. Ал жәбірленуші тарап қанды қолды қылмыскерге қатаң жаза беруді талап етті. Сондай-ақ процесс кезінде күдіктінің жақындары марқұм келіншектің туыстарына материалдық көмек ретінде 2 миллион теңге бергені мәлім болды. Қаржылай көмекке бергенде шығымымды алдым менің. Шыққан шығымымды, жаңа 2 баланың нәпақасын алдым. Кешірім бергенін алдым, мен одан пәлен сұраған жоқпын. Маған медиатор өтірік сұхбат беріп, өтірік жазба неғылып қойған рас, ақша алдым деп қойдым мен. Кешірім ақталсын деп қойған жоқпын мен. Сот отырысында айтылғандай, айыпталушы тарапқа Түркістан қаласындағы медиаторлар жәбірленуші жақты кешірім берді деп шешім көрсеткен. Алайда жәбірленуші тарап бұл шешімді жоққа шығарды. Сондықтан айуандықпен өлтірген 24 жастағы бойжеткеннің туысқандары Түркістан қаласындағы медиаторларды сотқа бермек. Бұл қанды қылмысқа байланысты өткізілген алғашқы сот отырысы екендігін ескерсек, алда бірнеше сот процесі жүргізілетін болады. Лаура Наққызы, Ерлан Бексейітов, Константин Гавшев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.